Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен табада дайын болатын өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирогтарды біз қарайып кеткен бананны жасаймыз. Сондықтан видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Егер тоңазытқышыңызда осындай қарайған банан бар болса, тастауға асықпаңыздар. Одан өте дәмді пирог жасап тастаңыздар. Көріп тұрғандарыңызда екі бананды алып, оны осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Қарайған жерлерін алып тастаймыз. Видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көріп жасай берсеңіздер болады. Банандарымыз алдын ала осылай турап дайындап аламыз. Одан кейін табамызды алып, оның үстіне сарымайымызды салып, толығымен ерітіп аламыз. Орташа отта карамельді банан қосылған пирог жасайтын боламыз. Табада дайын болады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен тағы да дайындайтын боламын. Сарымайымызды толығымен ерітіп аламыз. Одан кейін оның үстіне құмшекерімізді салып, тағы да жақсы араластырамыз. Карамельді қоңыр түске енгенше ұстауға да болады. Қатты күйіп кетпесін, дәмі шығып кетеді. Сондықтан осылай сарымайымызды ерітіп, құмшекерімізбен толығымен араластырып, жақсылап араластырып болғаннан соң астын баяу қойып, 2-3 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта біздің пирогымыздың тестасын дайындап аламыз. Толығымен ерігенше жақсылап араластырып тұрамыз, видеода көрсетілгендей. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта өте керемет осындай тегін рецепттермен, сәтті шығатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осылай толығымен ерігеннен кейін біркелкі масса болғанда, оның үстіне жаңағы дөңгелектеп туралған банандарымыздың барлығын біркелкі етіп орналастырып шығыңыздар. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Баяу қойып, астын енді тестасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін табамызға жұмыртқамызды саламыз, оның үстінен құмшекерімізді қосып, венчиктің көмегімен 1-2 минут аралығында қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Миксерлеудің қажеті жоқ, тек қана осылай екеуі біріккенше жақсылап араластырып алсаңыз болғаны. Одан кейін кішкене шым-шым тұз қосамыз. Бөлме температурасындағы сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз, тағы да араластырамыз. Келесі кезекте електен өткізілген алдын ала ұнымызды қосып, оның үстінен разрыхлителімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің қамырымыз дайын, өте оңай дайындалады, көп уақытты алмайды. Бастысы өте дәмді болып шығады. Жақсылап ешқандай іртік қалмайтындай араластырып алыңыздар. Сонымен біздің осындай қамырымыз дайын болып шықты. Дайын болып тұрған карамеліміздің үстіне қамырымызды ортасына құйып жібермей, ақырында барлық шертіне жеткізіп құйып шығатын боламыз. Біркелкі етіп. Бір жеріне құйып жүрсеңіздер, барлық жеріне жеткізіп жағып қиынға соғады. Сондықтан видеода көрсетілгендей қамырды бір жерге құймай барлық жеріне жеткізіп құйып шығамыз. Кейін қалған жетпеген жеріне қасықпен турлап жеткізіп жағып шыға салуымызға болады. Оттан алып тұрып қамырымды құйып алдым, өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, енді ең баяу отқа 25-30 минутқа қалдырамыз. Менің отымның асты кішкене қаттылау болып кетіпті. Ағаш саяқшамен тексереміз, құрғақ болып шықса пісті деген сөз. Енді видеода көрсетілгендей тәрелкемізді салып, төңкеріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді пирогымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай бананы кішкене күйіңкіреп кеткен, ештеңке етпейді. Сіздер ең жай отта 25 минут жасаңыздар жеткілікті, сол уақытта пісіп үлгереді. Ішін кесіп көрсетейін, іші толығымен піскен. Кәдімгі пеште дайын болатын пирогтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Одан да дәмді десем қателеспеймін. Өте жұмсақ, ауызда еритін болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.